Газоблок қазір өзі кең таралып жатыр, я өздеріңіз айтқандай. Тепло, звукоизоляция жағынан жақсы. Отопление мен ыстық су бір су. Ыстық суды қолданған кезде міндетті түрде артынан суық сумен шайып тастау керек. Тамақ істеп жатады, жаңа чайникке, тефаға су ала салып жатады. Оны ішуге болмайды су, ыстық су. Өйткені оның трассасы ана жақта бөлек қылып қайнатып жатыр. Су таза емес қой жалпы. Оған келісеміз. Халтура істеп кетуге болмайды бұл жерде. И біткеннен кейін халтура істеуге болады, бірақ мынандай жерде олай істеуге болмайды, өйткені оларға қарағанда қазіргі монолитный үйлер әлдеқайда берік болу керек. Шығып онда жоғары жаққа фундамент құйылып жатқан жерге әр этабына барып көрсек, мына жерде бәрі бар сияқты. Жалпы Оксипроп компаниясы құрылысқа керекті инструменттерді сатады. Мынандай үлкен техникаларды әрине сатпаймыз, бірақ дегенмен құрылыс саласында жүргендіктен көп қабатты үйлердің қазіргі таңда қалай салынып жатқан туралы бір шығарылым арнасақ деп түсірілім бастадық. Бүгін қазір Алматы іргесіндегі көп қабатты үйлердің біріндеміз салынып жатқан. Бұл туралы толық ақпарат алу үшін қазір біз осы участоктың начальнигімен, бастығымен сұхбат алатын боламыз. Сұхбатты міндетті түрде соңына дейін көріңіздер. Құрылыстың фундаменті құйылғаннан бастап біткеніне дейін қалай жүретін процесстер туралы қазір әңгіме қозғайтын боламыз. Біз қазір осы құрылыс компаниясының главный инженері Аққасов Мейрамбек мырзаға келіп отырмыз. Бұл жігіттің құрылыс саласында жүргеніне биыл 10 жылға тарта уақыт болды. Құрылыс саласында өте тәжірибелі маман деп айтсақ болады. Бас аяғынан үйдің котлован қазылып, тұрғындарына кілтін табыстағанға дейінгі саласының барлығын өте жақсы біледі. Сол үшін де біз Мейрамбекке келіп отырмыз сұхбат алуға. Онда көп созбай сұхбатымызды бастасақ, мен алғашқы сұрақтарымды қояйын. Қазір мына жерде қандай жұмыстар жүріп жатыр, Мейрамбек? Бұл жерде жер жұмыстары қазір основном жүріп жатқан. Жер қазу жұмыстары. Енді основание дейді ғой, жердің. Орысшасын орысша айта бер. Орысшасын. Оны термен қазақшылаймыз, қазақшыласақ олар түсінбейді бәрі. Үйдің іргетасы тұрғызылатын жер осы жерге. Мынау толығырақ айта бер, сен ары қарай жұмысты ана жерге дейін көміледі, сондай ғой. Енді бұл қаншалық терең қазылды, бұл не үшін терең решениеға байланысты өзі жердің несі болады, жердің геологический исследование дейді. Геологиялық зерттеулер жүргізіп, соның жердің қаншалықты нагрузкаға шыдайтыны бәрі есептелініп, соған байланысты проектте решение беріледі. Немен қалай салыну керек, или өзі нелердің әртүрлі нелері бар ғой. Іргетастардың қада тәріздес, плиталық, ленталық деген сияқты. Мына жерге плиточный не берілген, фундамент берілген. Енді соған байланысты мына жердің несі жаңағы 4,5 метрге дейін баласпен толтырылады. Кәдімгі балас дейміз, нені. Сонымен толтырылады. Каждый 30-40 сантиметр сайын уплотнить етіп, жаңағы немен, вибротрамбовкамен. Сонымен лабораторияға өткізіліп отырады. Өзі проекттегі берілген не бар? Плотность бар, соған жеткізіліп отырып, содан кейін лабораторияға өткізіп, каждый өткеннен кейін барып төселіп отырады. Содан кейін барып, өзі жаңағы проектіне отметкаға жеткеннен кейін барып, фундамент құйылады. Жаңағы фундамент болғанда бірінші подбетонка дейміз, ол фундаменттің алдында жүретініне. Соны құйып, сосын проект бойынша арғыртай армировка, фундамент, арғыртай уже подвал, уже бірінші этаж кете бересің. Жалпы қанша метр тереңдікке қазу керек, ол бәрі сол проектте болады ғой, жердің несіне, құрамына, жер қыртысының құрамына байланысты ол, Жердің несіне байланысты. Сол жер қыртыстарына байланысты ғой. Әр жерде әр қалай болады, и этаждың жаңағы несіне де байланысты өзінің, биіктігіне байланысты. Ол көп нәрселерді нетеді ғой, қарастырады. Жердің нелеріне байланысты. Топырақтың составы дейді ғой, құрамына байланысты. Әр жерде топырақ әртүрлі ғой. Жоғары жақта мысалға тастақ болып келінеді жерлер. Мына жақта
несі топырағы бұл жерде кішкене нелеу, андай жұмсақ топырақ мысалы. Сол үшін жаңағыдай терең қазылып, түгел баласпен нетіліп толтырылады. Каждый слоймен төгіледі ғой. Мен де құрылыста істеген, бірақ котлован туралы білмейді екенмін, маңыздылығын, жаңа сендердің әңгімелерін шет жағасын естіп қалдым да, бұның жұмысы көп екен шын мәнісінде. Әшейін қазып толтыра салатын нәрсе емес екен. Бұның арнайы өздері тексеріп өткізіп алады. Енді мынау арнайы лабораториялар бар. Нені қабылдап алатын. Өздері келіп, өздерінің аппараттары бар специально. Сендер трамбовка жасаған сайын келіп тексеріп отырады. Каждый слойдан и бірнеше жерден точка алып тексереді. Енді мынау терең қазылыпты, бір 4-5 метр бар ғой дейм, биіктігі. Бұл қанша жерге дейін толтырылады енді? Бұл негізі қазір 4,5 метрге дейін толтырады, негізі 6,5 метр қазылған. Иә. Сонда біз қазір 1-2 метр толтырылып тұр, біздің астында. Иә. Екінші слой мынау. Бұл негізі ең маңызды жері ғой астында үйдің. Егер бұл дұрыс емес болса, ептеп халтура істеп кетуге болмайды бұл жерде. Үй біткеннен кейін халтура істеуге болады, бірақ мынандай жерде олай істеуге болмайды, өйткені бұл жерде қандай үй болады? 9 этаж үй бола ма, 16 этаж үй бола ма? Ертең күн осы үшін үй отырып кетуі мүмкін. Бізде негізі Алматыда болған ондай жағдайлар алға баста. С 8 этажа, вот я на 8 живу, я с 8 этажа, когда смотрю, у меня вот подъезд первый, второй уже не видать. Вот дом так склонен, что первый подъезд, первого этажа у меня не видать, первого, второго. Мы до этого не обращали внимания. Сказали, дом искривился. Посмотрите, дома трещины. Действительно, мы живем на 8 этаже, дома везде трещины. Мы как-то и особо не замечали, думали, штукатурка, наверное, просто отваливается. Давайте с вами прогуляемся по этому микрорайону. Здесь сплошь почти одинаковые дома, и почти все они по госпрограммам. Молодые семьи, жилстрои, ну и так далее. Ондай болса үйді полностью бұзу керек болады жер, қайттан? Ол кезде ондай нелер болса, енді қазір технологияларға байланысты неше түрлі жағдайлар қарастырылған ғой. Енді алға бастағы үйлер деп жатсың, ол жердегі үйлер нетіп жатыр ғой қазір. Түзеткенде түзетіп, ана астындағы грунтын қайтадан укреплять етіп не жасап жатыр. Лишний тағы да жұмыстар болады да. Ол енді ол дәрежеге жеткізу керек қой. Онда енді жарайды трамбовка жасалды дейік 4,5 метрге дейін қазір, сосын келесі жұмыс ол фундамент. Біз фундамент десе біздің ойымызға бірден жаңағы лентал фундаменттер елестейді көзімізге. Бұл жерде сендерде подушка деп айтасыңдар көбіне, плиточный деп аталады. Оның несі қандай маңызы, рөлі, мынау негізі сонда фундаментке дайындық жұмысқы бұл. Ол жерде қанша куб бетон кетеді, мына неге? Проекттегі неге байланысты бәрі? Проектке байланысты болады ғой. Бізге қандай проект сызылып келеді, соған байланысты. Осы проектте қанша екен биіктігі фундамент? Подушканың биіктігі бұл жерде 90. Оның астында бірінші 10 сантиметр подбетонка болады. Ол жаңағы арматура нелерінің несіне арналған. Арматура, что топырақта жатпайды, жаңағы подбетонка, бетон үстінде таза жерге түсіп, содан ары қаратай фундамент. Фундаменттің биіктігі енді бұл жерде берілген проект бойынша 90 сантиметр берілген. Негізі осы жерде көрермендерімізге бір айта кетейік, біз не үшін бүгінгі сұхбат түсіріп жатырмыз, себебі қазір негізі үй сату өте жақсы жүріп жатыр Қазақстанда. Анау пенсионныйдан ақша алу себебі ме әйтеуір. Көбінде сұрақтар көп. Совет үкіметі кезіндегі салынған үйлер жақсы деп жатады бір кісілер. Қазіргі үйлердің сапасына күмән келтіретін адамдар бар. Сен өзің тәжірибелі құрылысшы ретінде осыған не айтар едің? Сапасы жағынан, қазіргі үйлердің сапасы қандай жалпы? Фундаменттен бастап. Негізі бұлай не алған кезде қазіргілер менің өзім салып жатқандар енді жақсы, проектілерім бәрі жақсы. Гарантия бересің? Гарантия берем. Бұл жерде арматурасы, усилениясы берілген. Өте прочный қып берілген ғой. Енді қазір фундаментте көп айта алмайтын шығармыз артықшылықтар жағынан. Қазір келесі этаптарында мүмкін байқалатын шығар артықшылықтар, ол кезде болмаған материалдар қолданып жатыр қазір. Мен білетім, Совет үкіметінде кезінде ол панельный домдар салынған, кирпичный домдар салынған үйлер.
оларға қарағанда қазіргі монолитный үйлер әлдеқайда берік болу керек. Соны қазір шығып онда жоғары жаққа фундамент құйылып жатқан жерге әр этабына барып көрсек, мына жерде бәрі бар сияқты. Әрбір мезгілдер жылдың 4 мезгілі сияқты. Соны бірге барып көре аламыз ғой. Жақсы. Жалпы мен түсінгенім, осындай сар топырақты жерлерден топырағын қазып алып тастайды да, тереңдікте 5-6 метрде қазып. Сөйтіп оның орнына мынандай тасты төгіп, әр 30-40 сантиметр сайын таптап, трамбовка жасап, орысша айтқанда орын толтырып шығады. Ол қаншалықты қазылып, қаншалықты толтыратыны әрине үйдің биіктігіне, салмағына байланысты болу керек. Сонда ғана үй отырмайды. Енді біз жекеменшік үйлерді олай толтырмайтынымыз анық, түсінікті. Келесі этаптарына кетейік. Біз мына жақта жүріп жатқан құрылыс объектісінің басына келдік. Бұл жерде Мейрамбек қандай жұмыстар жүріп жатыр? Қай кезеңіне келді? Бұл енді жаңағы жер жұмыстарынан кейінгі кезең, үстіңгі мысалға мына жердегі нелерге қарасақ, монолит жұмыстары жүріп жатыр. Жаңа фундаменттен кейінгі салынатын қаңқалы үй болып есептеледі бұл жерде. Бұл жерде колонна, ригель, ДЖМ, солай плита перекрытия сөйтіп құйылады. Көріп отқандарыңыздай. Сосын арғартай заполнение болады. Заполнение ол кірпіштен, өздеріңіз көргендей, газоблок, теплоблок дейміз. Проектте көрсетілген бойынша кірпіштен берілген. Сөйтіп, ол кірпіш қаланғаннан кейін, міне мысалға мына жаққа қарасаңыздар, фасад жұмыстары жүргізіліп жатыр. Фасад жұмыстары, бұл жерде анандай вентилируемый фасад деп есептелінеді. Айтылады вентилируемый фасад деп. Бірінші жаңағы утеплитель мемплита, содан кейін барып үстіне жаңағы ветрогидрозащита мембранасы, одан кейін каркас құрылады да, каркастың бетіне жаңағы несі декоративный плиталар жабылады. Өзі крашенный нелермен. Сол. Енді салыстырмалы түрде негіз айта кетсең, панельный, жаңа кирпичный домдары қарағанда, монолитный домды бәріміз монолитный деп айтамыз. Ол негізі осы сейсмикалық аймақ болғаннан кейін Алматы қаласында таулы аймақ болғаннан кейін салынады ғой. Монолитный домның артықшылықтары қандай жалпы? Енді сейсмостойкий үйлер деп аталады ғой, бізге енді сейсмостойкий деп осы қанша балға шыдайды? Негізі 9 балға дейін нетілген, расчет жасалған. Шынымен шыдайды ма 9 балға? Шыдайды. Өйткені ол енді қазір дамыған замандар ғой. Компьютермен бәрі есептелген. Компьютерде көрсетілген, усиление бәрі лира деген программалар бар. Сондаймен есептелінеді. Қай жеріне? Енді қазіргі адамдардың көпшілігі салынып жатқан үйлер қазіргі қабырғасы жұқа, сапасы нашар деп жатады. Жылу сақтау жағынан, беріктік жағынан салыстырмалы түрде қалай айтатын ең бұрынғы үйлермен? Енді қазір дамыған ғой, технология деген дамыған. Соған байланысты қазір газоблок, теплоблок дейміз. Олардың уже жаңағы несіне байланысты, негілеріне қарағанда, жаңағы бұрынғы қызыл кірпіш нелерге қарағанда несі жылу ұстағыштығы, не звукоизоляция со жағынан, не беріктігі жақсы. Енді монолитный үйдің беріктігі туралы енді көрдік, арматурамен ол туралы бір бөлек выпуск арнайтын шығармыз, шығарылым. Оның шактары, жуандығы, оның байлануы проволокамен, оның бәрі бөлек үлкен әңгіме ғой. Жалпы оның жұмыс жылдамдығы туралы айтып кетсең, бір монолитный дом қанша уақытта салынады, ол ұзақ уақыт алмайды ма? Енді бір 9 этаждық үйді общий түгел жаңағы жер қазу жұмысынан бастап, жаңағы кілтмен жауып кеткенге шейін где-то 10 ай ғой. 10 айдың ішінде полный бітіп кетуге болады. Ол жаңа жылдам салынған үйді де өтірік секпет деп ойлайды бір кісілер. Жылдамдығы сапасына әсер етпейді ғой жалпы? Ол енді несіне байланысты ғой.
технологияның сақталуына байланысты енді кейде болады жаңағыдай технология сақталмай өте қатты жылдам істеу керек. Бірақ технология сақтап жылдам істеуге болады қазіргі. Именно мына үйлерде осылай. Енді қазіргі үйлерді салынып жатқан кезде қарап сапасын анықтауға бола ма? Мына үйден мен сатып аламын, мына үйден алмаймын деп айтуға болады ма сапасын? Осы этапта анықтай аламыз ба? Жоқ. Келесі этаптарда бірақ айта аламыз ба сапасы туралы? Ол сапасы каждый этаптың өзінде жүріп отырады ғой. Каждый бөлек каждый этапта жүріп отырады. Онда үй алу қиын ғой. Мына монолитті нашар болса, отделкасы жақсы болуы мүмкін. Ертең әдемілеп бояқ қояды. Мен осыдан алсам, ертең үй жарылып, ондай болмайды ма? Бізге басқарушы, тексеруші органдар бар ғой қазір. Олар қарайды полностью жаңағы несін салынуы, не жағынан түгел тексеріліп отырады ғой. Оны тексеру нелері бар ғой. Органдар бар, специально қойылған. Соны жаңағы сапасына, несіне қарап қабылдап. Онда демек сапасына қорқпай ала беруге болады, егер жаңа тексеретін адамдарға аманат ол енді. Солардың мойнында ғой. Олар дұрыс қабылдап алса үйді, біз қорқпай, уайымдамай сатып ала берсек болады, Жаңа бір байқағаным, осы үлкен объекттің ішінде салынып жатқан 3-4 фирма салып жатыр ғой дейме? Солардың мысалға, 4 фирма дейік, барлығының сапасы бірдей деп айтыласың ба өзің? Көршілер көріп, ертеңдер енді жүрмесін, жасырмай айта бер. Сапалары енді беретін шығар, әрқайсысынікі әртүрлі, бірақ енді общий неде алған кезде бәрінікі бірдей. Бәрінде сапа бірдей болады ма? Мысалға, біреулер айтады, мына районда салынған үйлер жақсы, мына районда салынған үйлер нашар дейді. Менше районға бөлмейтсек, бөлігі болмайтсақ, өйткені бір объекттің өзіне 4 фирма салып жатса, бәрібір 4 саусақ бірдей емес қой, біреу жақсы, біреу нашар салуы мүмкін ғой, Ол да мүмкін. Бірақ сендер мықты саласыңдар, Енді жарайды енді. Өзім мақтаған өлгенмен тең дейді. Сырт жағында тағы нелерді айта аласың? Қауіпсіздік туралы, мынау леса құрылып, мына фасад утепление жүріп жатыр екен. Енді қауіпсіздік ережелері бойынша бәрін сақтаймыз. Жаңағы временный ограждениялар қойылады, жаңағыдай сетка сырттан тартылады, жаңағыдай бірдеңелер түсіп кетпес үшін. Астыда адамдар жұмыс жасаған кезде, что не түспес үшін сетка тартылып, ограждение қойылып. Енді бұндай үлкен жұмыстар техникасы бітіру мүмкін емес. Артымызда миксер, мына жақта башный кран. Мен бұның рельспен жүретін негізі бұрын білмейді екенмін, өзім көрмейінше. Кран жүре береді кәдімгі. 110 тонна салмағы. Бір башный кран. Где-то сондай болып қалады, 100 рельсте жүреді. Жарайды енді, әңгіме көп созбай, онда ішке өтсек, ішінде қандай жұмыстар жатыр, әсіресе подвалды көбісі біле бермейді, түсіп көрмеген қандай жұмыстар жатқан. Сосын үй сатып алған кезде біз жаңа бәрін жасырып тастайды, трубаларды, электричествоны бәрін. Сол қазір жасырылмай тұрған кезде үстінен түсіп көріп алсақ болады ғой бәрін, Жақсы, көп шай. Болады ғой көрге. Біз қазір цокольный этажға түстік, қазақша айтқанда жер төле. Негізі бұл жерде көбісі біле бермейді. Негізгі үйдің қан тамырлары десек болады, осы жерден бәрі, үйге жан кіргізетін заттардың бәрі осы жақтан басталады негізі, подвалдан. Өйткені ол үйің қанша әдем болғанмен, ол жерде су болмаса, жарық болмаса, канализация, ыстық су болмаса, ол үй болмайды негізі. Осы жерден басталады. Соны өзің айтып өтсең, бұл жерде қазір артымыздағы тұрған трубалар туралы. Енді бұл жерде айтып өтерде, мына жатқан трубаларымыз жаңағы ыстық су, отопление, суық су, солардың трубасы. Осы жерде сырттан кіреді, осы жерде бір водомерный узел, тепловой узел деп бөлінеді, жаңағы электрощитовая деп. Солардан жан-жаққа тарайды, жаңағы этаж-этаждарға көтеріліп, каждый подъезде и каждый квартираға тарайды. Мысалға мынау канализация, каждый жаңағы санузелдерден бір не дейік, бір стоякта тұрған санузелдерден и қосылады да жаңағы сыртқа қарай ағады. Өзі басты нелер осы жерден жүргізіледі ғой. Основной инженерный сеть дейді, инженер нелер. Осы подвалдан бастап ары қарай жоғары шығады.
Енді осы жерде тұрғаннан кейін тағы бір көрермендерімізге пайдалы ақпарат болсын. Ыстық су туралы түсіндіріп өтсең. Ыстық су дегеніміз қайдан келген су ол? Ыстық су жаңағы ТЭЦ дейміз. Содан ысытылып нелерге жаңағы трассалармен жіберіледі, теплотрассалармен. Ыстық суымызда и отоплениемізде екеуі де бір неден келеді. Сол бір трубамен келіп, соң жаңағы тепловой узел дейміз, элеватор дейміз. Сол жерден жаңағы ыстық суға бір бөлек, неге отопление бір бөлек сол жерден бөлінеді. Ода подачасы болады и обраткасы болады. Негізі бұл жерде айтпағымыз екеуі бір су ғой. Отопление мен ыстық су бір су. Демек, ыстық суды қолданған кезде міндетті түрде артынан суық сумен шайып тастау керек. Ыдыс-аяқ жусақ та, өзіміз жуынсақ та, жалпы. Мен негізі үйде аузымды, тісімді жуған кезде сол негізі суық сумен жууға тырысамын. Ыстық суды мен көріп алғаннан кейін мен ыстық су жеркетіп тұрамын. Көрмеген адамдарға не ғой? Көрмеген адамдар көрсін білсін дегеніміз ғой. Ыстық сумен жаңа тамақ істеп жатады, ыстық судан жаңа чайникке, тефаға су ала салып жатады. Оны ішуге болмайды ғой ыстық су. Өйткені оның трассасы ана жақта бөлек қой қайнатып жатқан. Су таза емес қой жалпы, ыстық су. Оған келсеміз. Подвал деген енді осы технический не болып есептелінеді бұл жерде. Жаңағы инженер нелер жүргізілетін основной. Енді жоғар жаққа барып көрейік. Қалған. Кеттік та. Қай қабат? Қазір 5-ші қабат. Лифт мысаға 5 этажды үйлерде болмайды? 5 этаждық үйлерге лифт қарастырылмайды основном негізінде. 5-тен жоғары обязательно қарастырылады лифт. Сол себептен бізде Алматыда көбіне 5 этажды үйлер салынады. Ол сейсмикалық негізге байланысты ма, жоқ осы лифттің ақшасын үнемдеу үшін ба? 5 қабат үйлер көп салынады ғой жалпы, мойындайсың ба? 5 қабаттық үйлерді негізі енді жердің несіне де байланысты салады. Анау тұрған орнына да байланысты. Енді бір жерлерде жердің жаңағы грунт слабый болып жатса, жаңа айтылып кеткендей басында. Егер ондай болып жатса, жаңағыдай 5 этаждық қарастырады. 5-6 этаждыққа дейін. Енді 6 этаж болса, уже лифт салынады ол жерде уже. 6 этаж салуға болатын жер болса да 5 этаж салады ғой, лифт эконом болады ғой, ортада пространство. Этаж қосылған сайын прибыль көбейеді ғой, енді сатылым көбейеді. Орын аз орынға сауға көп адамды заселять ету. Ол жағы да бар ғой. 5-тен асқаннан кейін бірден 9 этажға өтіп кетеді. Сонда ақтайтын шығар лифт өзін. 1 этажға асқанға лифт өзін ақтамайтын ба керек? 6 этаждықтар да бар негізінде. Лифтпен салынып жатқан. Салғаны мәдениет жаңадан салынып жатқан. Сол жерде 6 этаж лифтпен салынған. Қытайлар болса ол жерге уже 20 этаж салатын шығар. Біз жаңа таулы аймақ, сейсмикалық аймақ дейміз. Елдер құмға да салып жатыр. 50-60 этажде. Мұхиттың үстіне де салып жатыр. Ол сылтау емес болу керек. Сосын 9 этажды үйден ары қарай негіз 9 қабат үйлердің көптігін немен түсіндіресің? Неге 10-11 емес олар? Енді 9 қабаттық үйлердің основном жаңағы несі тұрған жерлеріне неге байланысты есептейді. Егер ол жерде газдың несі қысымы жетпейді, соның кесірінен одан жоғары қарай салғандан уже жаңағы электр несі көп кетеді да, тоқпен. Ондай үйлерді көбісі нетпейді ғой, тоқ өзі қымбат қой негізі, газға қарағанда. Біздің көрермендеріміз біле жүрсін, 9 қабатты үйден жоғары үйге газ тартылмайды. Себебі оның қысымы жетпейді. Природный газдың қысымы жетпейді 9 қабаттан биік үйге. Негізі башный крандар жетпегендіктен деп ойламайсыз ба себебі? Ол башный кран көп қой, неше түрлері бар. Көп болғанда енді көп таралған ғой, жаңағы рельспен жүретін башный кран фирмаларда, құрылыс фирмаларында өте көп таралған. Оны енді
14-15 этажды үйгө істету кыйындык тудурады го. Негизи 9 этажды үйгө өтө ыңгайлуу олар. Алматы қаласында өзі аласа үйлер көп салынатын болғаннан кейін өзі сондай сокрандар көп, иә. Биік үйлерге ол кішкене ыңғайсыздау келеді, 15-16 этаж үйлер. Енді не жағынан қарасақ, иә, технический характеристикасына кішкене келмейді. Сол үшін бізде 9 этаж үй мен 5 этаж үйлер өте оптимальный вариант болады екен. Мына енді жаңа инженерный сеттер туралы айта кетсек, мына жерде көрініп тұр екен бәрі. Бұл біз үй сатып алған кісілердің көбісі бұны көре алмай жатады ғой. Стяж құйылып кетеді. Иә, бұл жаңағы подвалдан шыққан анау мысалға стояктар дейміз. Сол стояктардан мысалға міне не тұрады, гребенка тұрады, распределительный не. Содан арғартай пол бойынша мынау отопление мен водопровод, ыстық су қазір жүріп жатқан. И мынау тұрғанымыз электрокабельдер. Ну, тоқпен қамтамасыз етеді жаңағы квартиралар осы жерде. Мынау розетка, не, включатель осы жерден бәрі тарайды. Осында основной стоягі осында жүреді. Бұл жерде щит болады жаңағы этажный. Енді бұл жерде мен есіме түскен тағы бір нәрсе салыстырмалы түрде тағы да айта кетсек, бұның сапасына айырмашылықтар қандай? Совет үкіметі кезіндегі мен осы сендер пайдаланып жатқан, істеп жатқан құбырларын. Мен білетінім, бұрынғы үйлерде, ескі үйлерде отоплениенің стояғы әр квартирамен кетеді. Оның минустары көп менің ойымша. Өйткені бір квартираны жапсаң, бәрі жабылып қалады, өшіп қалады. Мұны лифтінде, электричествоның, ыстық судың бәрін артықшылықтар туралы айта кетсең. Иә, бұл жерде енді независимый болады да жаңағы этаждардан. Мысалға кезіндегі Ленинградка дейді, ана неден бір стоякпен көтеріліп өзіңіз айтқандай төмен түседі. Ол жерде жаңағы ыстық, мысалға жоғары жағы ыстық болса, астыға қартай анау ыстық жоғары көтеріледі да төмен түседі ғой. Сол кезде ана жоғары жақтан ыстық болады, одан төменге түскенше бірінші этаждар уже несі ыстығы қайтып қалады да, теплопотеря болады ғой каждый квартирадан. Енді бұл жерде мысалға бір неден стояктан көтеріледі да, әр этажға отдельно бөлініп отырады. Бұл жерде ондай теплопотеря недегендей көп болмайды трубада ше. Анада радиатор, через радиатор өткеннен кейін ол теплопотеря көп болады да, и пока неге түсем дегенше біраз салқындап қалады. Мына жерде каждый өзінің несін мысалға үй квартирасы сысып кеткен жағдай болса, мысалға каждый нелерден регулировка жасап өзінің несін нетіп алуға болады. Или даже квартираның ішінде де болады, радиаторларда, каждый комнаталарда. Оның сапасын қалай айтасың? Жақсы ма материалдар қолданып жатқан қазіргі құрылыстағы? Сапасы негізі енді мына кепілдік бересіңдер жалпы осы материалға? Негізі беремейді. Ойланып отыр мына жігіт. Негізінде енді нелер ғой, мынау қазір пластиковый трубалар дейді. Пластиковый ППР, армированный трубалар қолданамыз. Енді пластикті өзі білесіздер ғой, өзі неге шірмейді, неге төзімді болып келеді. Несіне байланысты, енді бұны шығаратын нелер де бар, өздерінің несі бар, тоже беретін сроктары бар, нелері бар. Өндірушілердің кепілдіктері бар. Өндірушілердің кепілдіктері бар. Соған байланысты енді әр өндіруші әртүрлі не береді ғой, кепілдік береді өздерінің несіне, материалдарына. Бұлардың да. Сосын мына жерде не айтуға болады жалпы? Мысалға полотенцесушілік дұрыс емес системасы бұрынғылардың. Сен ыстық суды ашсаң, полотенцесушіл жылайды да, ыстық су ештірсе су ғана. Сосын сен ыстық су алу үшін бір кубтай суық су ағызып тастайсың, таңертең бірінші тұрсаң. Пысықтарға арналмағанда бұрынғы система. Таңертең тұрып, әсіресе жексенбі күні ыстық суды ашсаң, сен жарты сағаттай күтесің ыстық су келгенше. Ал қазір ондай емес. Қазіргі система бойынша сен ашық басаң, бірден ыстық су келеді. Ескі үйде тұрасыз ғой дейді, шамасына қарап. Ескі үйлерде тұрасыз ғой дейді. Сол ескі үйді көп мақтайды советский деп, соның бір артықшылығын көре алмай жүрмін. Көңіліңіз қалып жүрген ғой. Енді жоқ, полотенцесушителдер жаңағы сіз айтқан ол подвалдан көтеріліп, өзі отдельно циркуляция жүріп тұрады ол. Үнемі 24 сағат ысып тұрады ғой, қысы жазы. 24 сағат полотенцесушитель ысып тұрады жаңа үйлерде. Өзімен өзі басқа циркуляция жүріп тұрады отдельно. Жаңағы неден бөлек.
Ал енді жаңағы каждый квартираға келсек, ол енді мына трубадағы кішкене су ғана нетеді. Көп болса бір 2-3 литрдан кейін ыстық су шығады бірден, Иә. Мен қазіргі үйлердің артықшылығы осындай, ескілері қарағанда, Сосын жаңа отоплениеде және бір айта кетерлігі, жылу жүйесінде счетчиктер орнатылған. Әр үй өзінің жылуын үнемдеп, аз төлеуіне болады. Негіз бірақ ол әлі іске асырылған жоқ, Біраз үйлерге счетчик қойылды, бірақ әлі есептеп жүрген жоқ қой деймін. Уже ол проект жоба неге алынып уже жүргізіліп жатыр. Негізі қанша пайызында қазір счетчик қойылды осы отоплениеге? Көбісі бар, мен жаңа бұрын үйді өткізген кезде бәріне айтатынмын, счетчик бар, отоплениең осы бойынша төлейсіңдер, крандарын жауып жүріңдер деп, терезені ашып самандар, жылуды расход жасамандар, шығын жасамай, кранды азайтып жүріңдер, аз төлейсіңдер деп айтып жүрсем, ол счетчик әлі қосылмаған екен. Біреулерді сөйтіп экономия жасатқызып қойды, мен бәрібір экономия ғой, общий домға бөліп төлеп жүр. Бұрынғы үйлердің кемшілігі де сонда болатын. Сіз жылуды аз пайдалансаңыз да, көп пайдалансаңыз да, терезені ашып тастасаңыз да, мүмкін көршіңіз үшін төлеп кетесіз кейде, өйткені квадратура бойынша бөле салады, ол жалпы нені. Қазір егер счетчиктер іске қосылса, ол әлдеқайда тиімді болады ғой. Әрине, ол жағында енді не жоқ. Жаңағы неге де жаңағы циркуляция жасалып барған су неге барғанша да нетеді ғой, мысалға. Жаңағы ТЭЦ дейміз ғой, ТЭЦ-қа барғанша ыстық болып қайтады да, мысалға. Мына жерден айланып барған су. Енді мысалға мен квартирам ыстық болып тұрса, кішкене қысып қойсам, ол значит судың несі көлемі, ыстық судың көлемі азаяды да, қыздыратын судың кішкене болса да. Соның есебінен оларға тиімді болады ғой. Енді общий жалпы негізі халыққа тиімді болады ғой. Үйдің утеплениесі туралы айта кетсек, ақыры жылу туралы әңгіме болды ғой. Қазіргі үйлер қаншалық жылуды үнемдейді, қаншалық жылу сақтай алады? Енді жылу сақтау жағынан міне ғой, жаңағы теплоблок дедіміз, газоблок, ақ өзі, өздеріңіз көріп жүргендей. Соның өзі қаланады, оның сыртынан мынау утеплитель көрсетілген бізде проект бойынша. Енді монолитный үй болғанда, жаңа қабырғаның қалыңдығы 20 сантиметр, бетонның. Проект несіне бөледі? Жоқ, жалпы бетон 20 сантиметр ғой. Проектте қандай болады? Сендерде 20 сантиметр ғой. 25 сантиметр. Ол бәрібір 1 метр болса да бетон жылу сақтамайды. Жоқ, бетон деген. Ал оны осы мемплитамен қаптағаннан кейін қаншалық жылу сақтайды? Қанша қатар кірпішпен салыстыра аласың өзін? Қанша қатар кірпішпен? Қаласақ мысалы 1 метр қызыл кірпіштің жылуын ұстай ма? Енді негізі осы не бойынша, Алматы қаласы бойынша негізгі расчеттар бойынша жаңағы 2 кірпіш нетіледі ғой, қаланады ғой. Қызыл кірпіштен 2 кірпіш қалану керек негізі. Ана расчеттар бар ғой өзі. Ең суық мен ең негінді алады да, үйдің жаңағы температурасы болу керек. Мысалға, жилой үйде жаңағыдай 22 градус жылылық болу керек ішкі. Соның жылу өткізгіштері бойынша санау есептері бойынша жаңағыдай. Мысалға бізде егер монолитный стена болса, где-то 10-15 сантиметр мемплита ғана беріледі сыртынан. Ол жаңағы кірпіштің, 2 кірпіштің несін алады ғой. 2 кірпіш дегеніміз 50 сантиметр. Негізі біз жаңа үйлерге кіріп жүрміз ғой. Жаңа салынған үйлерге кірген кезде қыста ішіне майкамен жүресің. Ыстық, терезені ашып самасаң, кәдімгідей ыстық үйлер. Ол мына мемплитаның жақсы материал болғанынан шығар, енді жақсы қапталғаннан, монолитный үй болса да, жаңағы көбісі бұрынғы чугунный радиаторларды әлі жақсы көреді үлкен кісілер, әсіресе совет үкіметтен қалған. Ана қазіргі алюминий биметалл радиаторларға сенбей жатады. Ол нашар болса жылтамайтын еді. Ол үйдің жақсы қапталуынан ба, әлде сол биметалл радиатордың мықтылығынан ба? Ол екеуі де бар ғой. Биметалл радиатордың несі жылу бөлуі ол неге көптеу жүреді.
оны. Осы сөзді қаттырақ айтып жібересің ба? Көп кісілер білмейді осы. Чугунный радиатор жақсы, көп қыздырады, жылу сақтайды дейді. Ол неге керісінше жылу сақтамау керек қой радиатор? Өзінен келген жылуды үйге шашу керек қой, Иә, ол жылу шығарады ғой ол өзінен. Биметалл чугунге қарағанда мықты, Жоқ, ол мықты болғанда ол жерде расчеттары бар өзінің. Әр мысалға мына комнатаға қанша бір какой-то киловатт беріледі мысалға. Осынша киловатт не болу керек деп. Ол жаңағы теплодача дейді ғой. Соны киловаттпен есептейді. Сол каждый мысалға әр секцияның өзінің теплодачасы болады. Сол бойынша расчеттары болады. И ол жаңағы мына үй салынған кезде жаңағы труба отоплениесі тартылар кезде проектировщиктер оны беріп қойған. Ол мына сыртындағы утеплитель де соған байланысты жаңағы расчеты бар. Арматураның расстояниесі, кірпіштің бәрінің расчеты бар ғой проектте. Расчеты бәрі проектіде расчет беріледі, ол есептеліп осында келеді. Енді көрермендерімізге түсініктірек болу үшін көбісі айтып жатады, жаңағы бір квадратқа бір секция деген сияқты есептеу жатады. Олай есептеуге болмайды сияқты мен ойымша. Өйткені ол үйдің потологы 6 метр болуы мүмкін. Терезесі мысалы бір қабырғасы витраж болуы мүмкін, әйнек, соның бәріне байланысты қапталуына, үйдің асты мүмкін подвал қапталмады, мүмкін төбесі қапталмады, соның бәріне байланысты ғой. Сол үшін оны кубына қарап бөлу керек па? Қалай есептеу жылу өткізгіштігін үйдің радиатор қоятын кезде секция мысалға? Жаңағы енді бүкіл расчеттар бар ғой енді. Жаңағы үйдің температурасы. Мысалға мына утеплитель терезенің несі, площади қанша, соның бәрі есептелінеді ол жерде негізі. Оған арнайы нелер бар, есеп, расчет жасайтын нелер. Ол ана жаңағы тепловой пункт едік қой. Сол тепловой пункттан да есепке алынады. Ол жерде қанша куб су этажға беріледі и қанша су айланады каждый квартирадан и радиатордан. Соған байланысты жаңағы радиатордың секциялары да есептеліп қойылады. Енді менен сұрайтын, чугуннан мысалға бір комнатаға 10 секция қойсақ, биметалдан 15 секция қою керек деп. Өйткені кішкентай дейді. Керісінше биметалдың киловатты үлкенірек қой чугунға қарағанда. Чугуннан 10 секция қойсақ, биметалдан 7 қоюға болады ол жерге. Иә, ол биметалдың да нелері бар. Жаңағы өлшемдері бар. Енді не бойынша кең таралған өлшемдермен есептесек енді. Не размеріне қарасақ мысалға, енді биметалдың размері кішігірім болғанмен оның несі теплодачасы көптеу болады. Неден? Чугуннан. Енді чугунды просто ол жылуды өзінде көбірек ұстап тұрады деп нетеді ғой. Основном сондай аргумент қолданады ғой көп жерде. Биметалл өзінде ұстамайды ыстықты. Өзіне қандай келген температураны солай шығарып отырады. Сондықтан ол. Енді бір неге тереңірек кірмей, бүгін әр жерінен шалып айтып кетсек, келесі шығарымдарымызда бұйырса осы айтылған әңгімелердің бәрін жеке-жеке әр шығарым арнайтын боламыз. Газоблок қалай қаланады, штукатурка қалай жасалады. Негізі монолитный жұмыстар біткеннен кейін басталады біздің жұмыстарымыз отделканың. Штукатурный агрегаттар, лифкас, жаңағы шашатын аппараттарымыз, газовый монтажный пистолеттер, қазір утеплениеге сендерде қолданып жатсыңдар ғой, бетон қабырғаларға. Қазір енді кішкене қабырғалар қалай қаланып жатқан туралы, газоблоктың перемешкалар туралы, профильдер туралы айтып, сонымен сұхбатымызды аяқтасақ, оны ана жаққа қарай барайық. Біз газоблок қаланып жатқан жерге келдік. Негізі қазір ең көп таралып жатқан материал ғой газоблок. Қандай кірпіш қалаған дұрыс? Газоблоктың қалау технологиясы туралы да айта кетсең. Енді газоблок қазір өзі кең таралып жатыр, өздеріңіз айтқандай. Жаңағы өзі тепло, звукоизоляция жағынан жақсы. Негізі көрсеткіштер көрсеткен. Сол үшін де қазір кең таралып жатыр. Өзі жылдам нетіледі.
құралады өзі. Жаңағыдай бізде осы Алматы не бойынша сейсмика негізіне жататын болғандықтан қазір мынандай профильдер салынады. Жаңағыдай проектіде берілген 1,5 метр сайын мысалға профильдер салынып, ана неде терезенің жақтауларында көрініп тұр ғой, сондай профильдер салынып, соның орталары толтырылады жаңағы мына немен. Өзінің арнайы клейі бар, соған отырғызылып. Бұл материал негізі жеңіл болғандықтан да қолданылады ғой, құрылыста, мынандай көп қабатты үйлерге. Жеңілдік жағынан, жаңағы өзі көлемі жағынан да үлкен ғой. Тез-тез жұмысқа жылдамдауда, жаңағы неден бұл қызыл кірпішке неге қарағанда жылдамдау. Жарайды, енді кірпіш қаланды дейік, монолит бәрі бітті. Келесі етап бұл есік терезелері салынып, стяж құйылып, сантехника электричестводан кейін. Сосын штукатурка, ливкас жағылып, сосын краскілеп, үйде тапсыруға дайын болады ғой. Енді бұл жерде оны көрсететіндей ондай жұмыс этаптары әлі басталып қоймапты. Ол жұмысқа енді түсеміз бұйыртса. Басталып жатыр жаңадан. Жалпы негізі ол процестерді көпшілік адамдар көрген, білет, қалай штукатурка, ливкас жағылып жатқан. Негізгі осы бөліктерін көп адамдар көрмеген. Негізінен көбіне құрылысшылар жүреді осындай этаптарда. Ары қарай бәрі таптаза күйінде көреді адамдар. Ең бұйыртса келесі этаптарын келесі түсірілімде түсірейік. Чистовоймен жаңағы соңғы әрлеу жұмыстарымен қалай жүріп жатқан, оның қандай түрлері істеліп жатыр, қайсы дұрыс. Және соңғы сұрағым Мейрамбекке, сен өзің қандай кеңес беретінен үй сатып алайын деп жүрген адамдар болса, черновой вариантты алған дұрыс па, чистовой вариантты алған дұрыс па? Немесе ескі совет үкіметтен қалған үй дұрыс па, немесе жаңадан салынған үйлер дұрыс па? Енді жаңадан салған үйлер основном менің өз нем болғанда жаңадан салынған үйлерді қарастыратын едім. Жаңадан салынған проекті де бәрі де не ғой, жаңа болады ол жерде. Новый проект не салыну жағынан да, сапасы жағынан да өзі. Жаңа тағы черновой вариант дұрыс па, жоқ чистовоймен сатып алған дұрыс па, егер осында үй алатын болсаң? Енді ол әркімнің өзінің қалтасына байланысты ғой. Кімнің қалтасы қандайға сәйкес келеді, соған алады ғой. Черновой алсаңыз жаңағы чистовойға дәрежесіне жеткізуге дейін тоже ақша салу керек. Чистовой алам десеңіз, чистовой аласыз, бір алғаныңыз. Енді одан кейін арқырта үш көре жатады. Онда осы жерден сұхбатымызды аяқтасақ, рахмет бізге өзіңнің көрген тәжірибеңмен бөліскеніңе, жұмыстарын ары қарай алға баса берсін, жетіске жете бер. Және де айта кетерім, Мейрамбек негізі менің класстасым, сыныптасым, мектепте бірге оқығанбыз. Қазір үлкен құрылыс компаниясында главный инженер болып жұмыс істейді. Рахмет. Бір директор болып жүрмін деші. Бұйыртса тағы да кеп сұхбат алатын боламыз. Тағы да түсінбеген жерлеріміз болса құрылыс саласында. Онда сіздермен де қоштасамыз. Сіздермен болған мен Қуанбай Ерназар және Оксипроп компаниясы. Құрылыс туралы қазақша контент қолдап, міндетті түрде комментарий жазып, видеоның астына пікірлеріңізді қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Арнаға міндетті түрде жазылыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.